Болат Заманбеков пен Ислом Каримов арасындағы 5 раундқа жоспарланған аса жеңіл 57 келі салмақ дәрежесіндегі чемпиондық титулды сарапқа салатын жекпе-жек. Басталды. Каримов шегіне жүріп, қазір Болат Заманбековке жұмыс істеуге мүмкіндік бергенде, алғашқы лоу-кик өзбекстандық жауынгер тарапынан. Каримов аяқ қолдары ұзын және аяққа жақсы ұмтылыс. Заманбеков, тейкдаун бар. Енді Болат қазір мынандай қолды аяққа тұрмайтын жылдам қарсыласын қалай да болса тұсаулау керек. Қолды іліп алды. Қарсыластың бір қолы құрсауында. Енді Болат Заманбековтың де күрестен шыққандығын білеміз. И захват на шее у Заманбекова. И захват мощный. И плотно берется, но нет, второй руки не хватает. При этом все равно Заманбеков сверху. Опять сайд-контрол. И сбоку попытается как-то развить успех. Может быть, зайти за спину сейчас Болат Заманбеков. Да, это удается. Почти пересел в маунт. Опять транзишн. Очень много смен позиций. Постоянно Заманбеков наносит удары локтями. В общем-то, попытка Каримова не сработала в этот момент. Вновь на шее есть хедлок. И вот Заманбеков тянет. Мощно зажимает. И может быть сейчас... Болат Заманбеков Найза лигасының су жаңа чемпионы. Тоқтатылды. Қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен және де Найза лигасы ең жеңіл салмақ жаңа чемпионы Болат Заманбеков.